Әйелің ақылды болсаң, 4 балаң түгел дейді. Немесе әйелің ақылды болса, бүкіл байлықтың тең жартысы дейді. Әйел сұлу бола ма, болмай ма, ол табиғаттан, бірақ ақылды болу парыз екен әйелдер. Әйелдер адал болса, ол періштедей пак болса, оның мерейі үстем тұрады екен. Ол баланың алдында да, ер адамның алдында да. Сондықтан бүкіл үйдің ұйытқысы әйелдерге көп нәрсе байланысты. Сол айтады, бір адамды көргенде несін айтасың деген, бір адамды көргенде жақсы қасиетін айту керек депті. Неге деп сұрапты? Жақсылықтың қадамы ұзақ, бара жері алыс депті. Арамның адымы қысқа, бара жері жоқ депті. Ол адам ондай емес шығар десе айтты. Егер ол адам ондай болмаса, сондай болуға қарыздар депті. Жақсылықтың қадамы ұзақ, бара жері. Жақсылық деген қандай деп сұраса айтты. Жақсылық деген ол ауыр нәрсе депті. Құдықтан суды тартып алғандай депті. Жамандық деген не? Жамандық оп-оңай нәрсе. Шелектегі суды төге салғандай депті.